Оспанхан Әубәкіров, ауыз тағдыры. Әңгіме ауыз туралы болған соң, ауыздың географиясын айта кеткен жөн секілді. Әрине, ауыздың қайда екенін бала да білет, дана да білет. Ең аяғы қасық та білет, тіпті ғашық та білет. Алайда білген нәрсенің өзін тағы да тағалап, бағалап біле түскен адамгершілік емес пе? Егерде басты глобус, яғни жер шар деп алсақ, қалайда ақылды бас болсын, ақымақ бас болсын, өзінше бір жалған, өзінше бір дүние ғой. Өзінше планета ғой. Оны жер шарына тең емеске болмас. Сонымен басты глобус деп алсақ, ауыз солтүстігінде мұрынмен шектеседі, оңтүстігінде иекпен шектеседі. Шығысы мен батысында ауыз шекарасының тарылып тапшыланып барып құрып қалған жерін езу дейді. Ауыз жер дүниедегі ең ындыны жармаған, суалып қурап қалған жер. Мұнда сақал мен мұрттан басқа ештеңе өнбейді. Оның өзін жеуге болмайды, не сатуға болмайды. Тілімізде аузын қу шөппен сүртіп отыр деген мәтел іспеттес сөз бар. Мұның өзі әлгіндей сақал мұрттан басқа ештеңе өспейтін, қу тақыр ауыздың тұрмыс қалын байқататын ертеректе шыққан сөз болса керек. Өз жерінде жеуге жарар дәметер ештеңесі болмаған соң, ауыз бәрін шеттен алады. Яғни магазиннен, базардан, рестораннан, буфеттен алады. Мұны ауыздың импорты десек, экспорты тек қана сөз. Әрине, айта білген ауыздың сөзі алтынмен бағаланатын дүние жүзіндегі ең бір беделді товар. Есті сөзді жұртымыз ақылдыдан шыққан сөз ақылдыға болсын кездеп бағалаған. Ақымақтау әумесерлеу сөзге әрігеннің аузынан шіріген сөз шығады деп кейіген. Ал бұдан өткен арсыз антұрған бейпіл бейуаз сөз естігенде аузына ақ ит кіріп қарит шығады деп ренжіген. Ал енді тіл ғылымын зерттеп, тілдің түбіне жеткен түпсіз оқымыстылар ауыз деген сөз, жауыз деген сөзден шыққан деп ақиқатын айтып жүр. Тым ерте заманда жұрт бір-бірінің аузындағысын бір тартып жеген. Аузынан жырып әкеттім деген сөз содан қалған. Сол тұста жұрт ауызды жауыз деген. Бертін келе ел тойынып тоғайып, тәубасына түскенде жауыздың жысын қоя беріп, аузын қалдырған. Содан күні бүгінге дейін ауыздың аты ауыз боп келеді деп дәлелдейді. Бұл да дені сау пікір. Енді бір сөз тергеп тереңге кетіп жүрген білгіштің бірі, езуді өз мағынасында, яғни езу, жаншу, таптау деген ұғымда түсіну керек дейді. Ол маманның айтқан дәлелінің бәрін тәптіштеп айтып жатуға менің қағазым жетпейді. Сондықтан маманның там-тұм тұжырым сөзін өзіне берейік. Ертеректе езу деген сөз болмаған. Езу деген ұғымда алып келіп жүрген сүйу деген сөз. Сүйу болғанда жүрекпен сүйу емес, ауызбен сүйу. Ертедегі ғашықтар бірін-бірі өлерде сүйе тұра, бірін-бірі аузынан сүймеген. Сүймек бұлай тұрсын, маңайына маңайламаған. Бой жеткеннің тек қана белінен құшақтаған. Соның өзінде жігіттің қолы прогрессшіл маскүнемдердің қолындай дірілдеп тұратын болған. Содан бертін келе маңдайдан, одан опа таба алмай, қоныс аударып беттен, о жерге көп тұрақтай алмай, бүгіндері тура ауыздың өзіне ауыз салып отыр. Яғни жұрт бірін-бір тек ауыздан сүйетін болды деген сөз. Бұлайша айтқанда ауыздың ауылына цивилизация келді. Табиғатқа жарасқан нәрсені талқыға салуға болмайды әрине. Ешкім оларға ауыздың ауылы анау деп жол сілтеген жоқ. Ауызды олардың арда асыл сезімі іздеп тауып алды. Қазір сүйу, үйлену, тамақ ішу, ұйықтау секілді аса қажет жағдайға айналып та кетті. Сүйу екі адамның арасындағы абзал аяулы сезімді бір-біріне жеткізіп сап тұратын көлік. Яғни сүйу транспорт. Әрине, көлік екен деп ауыздың үстіне төсек сап жатып алуға болмайды. Кейбір жұрт әсіресе батыс елдері әкесін ауыз өлтіргендей өршеленіп сүйеді. Міне соны көріп отырып, езу деген сөздің езу, жаншу, таптау деген сөзден шыққандығына шүбәланбайсыз. Жалпы сүйу адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі сөзбен айтып жеткізгісіз, риясыз ризашылығының белгісі екендігіне күмән жоқ.
Onu özleriniz kinodan da, teledidardan da, parkten de görüp közüňiz jetip jür. Ayta bersek awuz turaly ängime, 1000 tünnen asyp düşmese kem düşmeýdi. Al endi birewler awuzdy avantüristik jolga düşürüp, kastandyk istew, öş alu maksatyna paydalanyp jür. Men budan biraz jyl burun okuga tüse almay baydan çykkan aýeldi awdanga gaýtyp gelip raykom kozda jumys istep jürdüm. Menimen birge Täýtik degen birew isleýtin. Menem bir içeydi burun tozdurgan, jalaqsy da menem 1-200 som artyk. Ol gezde töňlükdeý iri akşa bolatyn. Mesele munun jasynda da emes, akşasynda da emes. Bul sözün astarlap, awu gurup, arbap söýleýän kuwawuz jigit et. Bir günü elgi Täýtik gelip, sen erteň Trekeňniň ýubileyine barıp adres tapsyrasyň dedi. Men kelistim. Gün battı, taň atty, men de awzymdy bäýgege gosatyn atdaý soğutup, äbden jaragan gezde klubga geldim. Men gelsem, birew Tırdaýdyň ömrü men hyzmeti jaýly daklat, ýagny Täýtikçe aýtsak, awrudyň diagnozlaryny okup jatyr eken. Jurt örtke jinalganda jinalypdy. Gezek magan geldi. Men de jurt sekildi päpkemdegi dugamdy okup şapanymdy japdym. Sosun keşeli beri suwutup, baptap jürgen awzymdy ыңgaýlap, Tırdaýdyň betine garasam, awzynyň sawtamtygy jok. Bir jeri kögerip, bir jeri bozarıp, bir jeri kızarıp kantalap, burşa gurganday. Kayran awuz, kelige sap kos kel sappan tüýgendey öltürüp tastapdy beşarany. Kayran awuz, köşken eldiň jurtunda galgan eski jeroşak. Ayap ketdim. Birak amal jok. Mekememniň tapsyrygy boýunça meniň de Tırdaýdy jyrdaýgyp süýüüm gerek. Süýügen gaýlana berbem Trekeň, "Agatay ay sen istemeş" dedi köpürlep. Jalanyp tur, jylagaly tur. Birak süýүү parız. Mekememniň tapsyrmasy. Özümdi şart jumyp aldym da, awuz Osman ay bolar degen tuspal men 3-4 gaýtara süýüp etdim. Trekeň awuzy suw bolup kala berdi. Meniň awuzym suw bolup kep ornuma oturdum. Mereke bası soňky sözdü Trekeňe berdi. Tırdaý jalaňaşyp ornundan turdu da turup kaldy. Ne papa, ne mama, lim söz jok. Janyn aldyrgan baksıday sileýip tur. Äli tur. Awuzy ikemge gelmey kalsa gerek. O bir gezde silemizdi gatyryp barıp, men söýleýi almaýmyn dedi de jylap jiberdi. Bol jylaw hurmetdiň, kuwanyşdyň jylawy emes, birewden taýak jep, kegi getip şer gaýnagan adamnyň jylawy. Elgindegi Agatay sen istemeş degenine garaganda, hurmet degen bop kep, süýgen bop tistelep şaýnap ketgenderde bolgany goý. Munday it namys, arsyzdyk jasagança ortuna jylan tygyp kep, şaktyryp ketkeni jönet. O awuzlar. Awuz jer dünýedegi ýeň bir andyny jarmagan suwalyp kurap kalgan jer. Munda sakal murtdan baska eşdeňe önbeýdi dedik. Awuzdy süýgen bop üstünen koy aýdap ötsek, süýgen bop kep kelige sap tüýsek, awuz jeri kaýdan oňsyn, kaýdan jarysyn, kaýdan körkeýsin. Da. Osmanxan Äwbäkirow, Pilorama. Жаңа жылдың келүүне азагы вакыт калганчак. Кала карбалас. Бөртпе орамал тарткан шырайлы шампан, сары омроо сыра, ала көз арак, жатып атар шарап, жылкынын майындай коньяк бүгүн киши баласына жол берет немес. Миллиондаган бөтөлкө дүкөндөн чыгат тике үйдүйүнө тартып барат. Демобилизация. Ак тилектин алгы сөзү маңдаган достар. Бүгүн аларды достар деуге болот. Өйткені булар eski бастығының орнына келген жаңа бастығымен таныстырғандай әркімді жаңа жылымен таныстырады. Жайшылықтағыдай диетпін, сүйекпін, арықпын, тұрықпын,
Жақпайды, батпайды, қойғанмын, тойғанмын деп тырнақтап құйып тығылып ішетіндер жоқ. Әркім ақ арағын арқалап, шампанын жетелеп желіп барады. Жыл жақын. Менің де бүгін үйге бір-екі арба арақ түсірмек ниетім бар еді. Сағат түнгі 11-ден ауған кез. Көше бойлап келе жатыр едім, бір тасыдан кес-кестеп бейтаныс әйел шыға келді, білегімнен шап ете түсті. Жүр. Бұл жеңгейдің сөзі. Қайда деймін мен? Біздің үйге. Мен не дерімді білмей демігіп қалдым, сосын бұл не деген сөз деп сасқалақтадым. Шырағым, шошыма. 5 минуттық қажетің болып тұр. Күйеуімді оятып берсең болды дейді жеңгей. Ойбай-ау, өзіңіз ақ оятып болмайсыз ба деймін. Әлі түкті түсініп тұрғам жоқ. Мылтық атып оятпасаң, оянбайтын ұйқысы қатты байғұс еді. Мен келгенше есікті іліп алып ұйықтап қалыпты. Жасыратын жоқ, күнде таңертең мылтық атып оятатын. Қас қылғандай мылтықта үйде қалып қойды. Сен шырағым еркексің ғой, таспен ұрсаң да оятып беріп кет. Жаңа жылды 4 көзіміз түгел отырып қарсы алайық деп жалбарынды. Көше айналып жеңгейдің үйіне келдік. Ұйқы түк бөлмеде жатыр екен. Қараға айтылып жатқан пилорама секілді. Қор-қор, сар-сар, шыр-шыр, пыр-пыр жағам тұстадым. Ұйқы шығаратын фабрика десең, бұл теңе оған олқылау болады ау. Осы ма? Осы. Ал енді не істейміз? Ортышқаны ашыңызда мына сырықпен деп арқадан ұрғыла деп қолыма қобыландының найзасындай сырық берді. Ту биенің жонындай арқасын бері-бері теңкейіп жатыр. Мойын деген самолеттің балонындай. Фортышканы аштым да, сырықпен әлгі дөйдің арқасынан ақырындап түрткілей бастадым. Ойбай, шырағым, бұл тірлік болмайды. Кәдімгі келі түйгендей түйгілі. Салмақтап тұрып жауырынан түйіп кеп жібердім. Қаттырақ. Құлаштап тұрып білеуленіп жатқан желкеден періп кеп кеттім. Білеуінің бір қылшығы да қисаймады. Қаттырақ, ойбай. Сермеп тұрып 8 көзден сарт еткіздім. Қаттырақ, қайным. Сырықты қос қолда ұстап бар күшіммен бүйірден періп кетіп едім әлгідеу. Осы сенің ойының ай, қытықтамашы деп бер аунап түскені. Беті деген жатқан бір география. Адыр, жыра. Мынау беті ме? Беті. Анаусы дирижабіл ме? Жоқ, қарны. Түсінікті. Мұрын дегенің жоңғар асуындай, танауы шалбардың балағындай, қасы көше сыпыратын сыпырғыштай жатқан бір планета. Күйеуіңіз бе? Күйеуім емей, балам ғой дейсің бе? Түсінікті. Ал енді қай жерінен ұрғылайын? Қарны дұрсау дейім, қайным. Түсінікті. Құлаштап тұрып қарнынан түйіп кеттім. Былп ете түсті. Қаттырақ, қайным. Салмақтап ішінен және періп кеттім. Былп ете түсет, былқ етпейді. Қаттырақ, қайным. Үсті басымдағы бар күшімді жинап, қос қолдап тұрып кіндіктен жоғарала және періп кеп кеттім. Былқ етер емес. Баяғы пилорама үйді басына көтеріп қор-қор, сар-сар, шыр-шыр, пыр-пыр. Қаттырақ, қайным. Өй, қаттырағын құрсын жеңше, мен шаршадым деп отыра кеттім. Қарасам, қара терге түсіппін. Алақаным күлдіреп ойылып қопты. Жүрегім аузымда жүрген секілді алқынып қалыппын. Сағатыма қарасам, тұп-тура 11:30. Жарты сағаттан соң мен де балашағамен жаңа жылдың алдынан шығуым керек қой. Мына дөйді оятып кетпесем, жеңгей жаңа жылды есік алдында далада қарсы алмақ. Ұйықтап жата берсе, пилорамаға да обал. Не істейміз жеңеше? Балаларым кейде рогаткамен атып оятушы еді. Ой, сырыңыз бар болсын. Сол рогатка бар ма қазір? Бар. Әкеліңіз бері. Противогаздың резинкесінен тіліп жасаған мылтыққа бергісіз екен. Тас бар ма? Жоқ. Енді немен атамыз? Ирис деген қатты конфет бар. Ирис деген тастай конфет екен. Біреуін оқтап алып, астаудай аузынан тартып кеп жіберіп едім. Сылп етіп ортына қойды да кетті. Былқ еткен жоғай. Әлгі шалбардың балағындай танаудан тартып қалдым.
Осы сенің мұрын тістеп ойнайтының ай деп ұйқысырап жатқанда Иристің және біреуін жапсырдым. Көзі шырадай жанып қарғып тұрғаны. Үйге кірдік, амандастық, таныстық. Пилораманың аты Сайын, жеңгеміздің аты Ағима екен. Көзім ілініп кетіпті дейді дәу. Көзіңнен айналайын дейді жеңгей. Апырмай, ұйқыңыз қат деген сергек болған жөн ғой дедім мен. Ойбай енім ау, ұйқым азайып сергек болған кезімді көріп отырсың ғой. Ілгеріректе жеңешің менің милиция шақырып оятатын деді дәу, ортындағы Иристерді алып жатып. Osmanxan Әубәкіров. Ассалаумағалейкум, ата. Бір ауылға таяп қалғанда қасымда отырған еркін, қаны сорғалаған ақиқат әңгіме естігін келеме, әлде ағыл тегіл асып төгілген өтірік әңгіме естігін келеме деді. Шындай ғып шымырлатып өтірігін шынға бергісіз ғып шымірікпей айтса, сол өтірікке қарай беттелік дей салдым. Олай болса, әдібайдікені тарт деп бұйырды еркін шоферіне. Аулада кемінде бір 10 шақты ит жүрау. Иттігін білдіріп, соның біреуі қыңқ деп үрген жоқ. Машинеден түсе қалғанда, дәп бір сексеуілдің арасына кіріп кеткендей болдық. Өйткені ошақтың басына, қол жұғыштың қасына, есіктің маңдайшасына, қақпаның екі басына арбитіп арқардың мүйізін қаға беріпті. Біз шаң пұңымызды қағып, беті басымызды сүртіп, өзімізше дабырласып жатқанда үйден шашын ақшалған мұртты кісі жүгіріп шығып, өлең айтқандай айғайлап кеп амандасты. Жас шамасына қарағанда сол елудің есігінде жүрген адам. Өңі майлаған бидайдай күреңіті жылтырап тоқтық байқатады. Жүріс тұрысында сахынаның бидің қимылы бар тым ширақ. Өзді сорғалап тұрған сөз екен. 6 ауыз амандық айтудың арасында біраз жерге ағып барып келді. Қауқылдасып үйге кірдік. Киімдерімізді қоянның терісін сыпырғандай жалма-жан шешіп, ауызғы бөлмедегі шаңырақтай арқардың мүйізін елдік. Содан бұлың-бұлың біраз бөлмелердің бәрін басып өтіп, топ-тура төргейге ертіп келді де, оң жақтағы төсектің жамылғысын түріп жіберіп, «Сен айналайын қонақ шығарсың, мына Алатау аюының үстіне отыр» деп, маған төрдің төбесіне аю терісінен жасалған есіктің еніндей көрпетеседі. Ал еркін, сен қасқыр болмасың да қасқырдай жігітсің. Мына жоңғардың аңына мін деп, еркінге қасқыр терісімен тысталған көрпе тастады. Ал сен шопыр, бойың қарыстай болса да барыстай баласың. Балқаштың барысына қонжи деп, оған барыстан көрпе салды. Жапырылып жата қалдық. Ал енді мен 5 минуттай ұшты көйлі жоғалып кетем. Алаңдамай қарындарыңды сипап, әңгіме соғып жата тұрыңдар деп, әдібай далаға шығып кетті. Үш жыртқыштың үстінде үшеуміз жап-жалпақ боп сылап жатырмыз. Ал қасқыр бала, әңгіме айт дедім еркінге бұрылып. Әңгімені жаңа қарқардың өзі айтады. Бұл аңшылардың үйінде адамның шын әңгімесі қиыспай қиюы кетеді. Ал өзі бүлк етпей отырып, астындағы аюды 6 күн әңгіме етіп береді деді. Түлкінің қызылы өзінің сор дегендей, анау түлкіні көрдіңіз бе? Жаңа ғана қарға ойнап тұрғандай құлпырып тұр. Сорлы соншама көздің жауын аларлық қағына қызыл болмаса ғой, бір жерде нанын тауып күнін көріп жүрер еді. Міне енді әдібайдың жаман төсегінің тұсында сойған түлкіде ерсиіп тұр. Әй, бірақ әдекең тышқанға да түсе береді деп, барыстың үстіндегі қарыс өзінше философия соғып жатыр. Осы кезде ассалаумағалейкум деп үріккен танадай бір бала кіріп келді. Жаңағы арқардың баласы екендігін түр айтып тұр. Амандастық. Ізінше әкесі келіп, ассалаумағалейкум демекші, менің бір қызығым бар. Оны енді Насыбай атып алып айтпасам айта алмаймын деп, шақшасымен сол қолының алақанына Насыбайдың бытырадай 10 шақты түйірін төкті де, саусағымен шымшып алып барып,
üstüngi yerinin astına matıp jiberdi. Sosun şakbak şakkандай alakan şart etkizip bir soqtu da, bolar bala kumalağынан belgili degendey, men qarqımdan çıkpay jatıp olsa aňşylyqqa gymar boldum. Sodan bertin gele awuldagy atışul aňşylarga jalınıp jalbarınıp jirip, bir güni solarman birge aňga çykdym. Taw asıp, tas basıp köp jirdik. Sodan tentirip, bizden osu üýdüň biýikdigindej jartastyň tübüne gelgende jigitler, sen bala tab osu jerde tabjylmay, mına jartastyň basyn közdep otur. Al biz argy betden bir top arkardy aldymyzga salyp alyp, toğra seniň maltygynyň awzyna garay aýdaýmyz. Sonuň bäri osu jartastyň üstünden artyňdagy jartaska sekirip ötet. Sol avtobusga mingendi asyp sasyp üstünden sekirip jatkanda bir gözüňdi kysyp alyp, şatırlatyp kulata ber. Birak bärini şetinden kıra bermey, jelege tatytyň sorpalygy bar, bötew büýenderini at dep ketip kaldy. Oqtawday 16-njy myltykka ortanjylykdy bir okty sygyp salyp, toq şekli suqsawsagy men şürpbeni sipap koyup, jartastyň basyna kadala garap oturum. Tırs etse tars etkizer türüm bar. Tırs etse tars etkizer türüm bar. Damımda şimden alıp, kirpik kakpay kadalawym sonça, şekemden şıp-şıp edip soğuk ter çıkıp, taňdaýym kurgap ketdi. Osu oturusyn men bir şay gaýnatynday kabır etmedim. Jibir etken arkar bolmady. Yet asynday oturdum, bayağı jartas bir jartas arkar jok. Köp oturup kaldym. Elgindegi kirdiň suwunday bulungur gün garawuta түсüp, jota-jotanyň üstünden kangıp bara jatkan bulutlar görüne bastady. Bu jarykdyk tawly jerde bulut degen botuňyň arasynda jüredi emisbe? Dep samaýymyň janyndan tütülgen tübütdey şüýde bolup ötüp jatyr. Arkar jok. Arkardy küte-küte jalyksam gerek. Bir gezde awzymdan suwum agyp balbırap kalyp ketipmin. Söýtüp jyrga ýuktap oturganymda birdeňe del töbemden tasir ete kaldy. Közümdi açyp alsam, jartastyň üstünde sakaly sapsyp arsa bolgan bir şal tur. Uýalganymdan "Assalamu aleykum ata" dep edim. Elgi ýeki dünýede kögürmegir gakbas, tasir tusur etkizip üstümden birak gargydy, tüýagyndan ot çykyp döbürletip ala jöneldi. Uykulu gözümden baykamappın. Söýtsem elgi sympaýym şal emes, arkardyň däl özü eken. Ezinçe jartaska jügürüp çykyp barasam, elgi şalym müýüzleri arbaday bolup köz jeter jerde sabap barady eken. Men közdegençe gaýyp boldy. Äkem kaňkytyp tastap ketkende katty ıza bolup gelip ornuma oturdum. Bir gezde alkynyp aptygyp jigitlerim jetip geldi. Biri turup, "Ey Karabaskyraw, niye atpadyň jaňa garkart?" dedi. "Şal eken" dep kaldym. Awulda şaldar selam bermesiň jer jebiriňe jetip ursat. Karasam, öpük aksakaldan awmaýtyn bir şal tur. "Assalamu aleykum ata" dep edim. "Vay ýitaw, şalyň net? Tepde äkeň bolsa da atpadyň ba? Vay şoşka, şalda sonçama müýüz bolama? Vay Hudaý töbeňden urguraw, şal sonadan sonaga sekireme? Vay ahmagaw, şaldyň tört ayagy bolama? Ittiň gana balasaw, mına köbeki kalkymagan bir gazan et basyňdan atda getdi goý. Kedeýdiň awuzy ker awuz degen we ýeziňdi." Elgiler osulay jaňagy jaman arkarga kädimgidey güýündey. Betlerine garasa meni jep goýgaly tur. Özlerde telim bolup äbden şarşasa gerek. Bireýiniň arkasynda bir kuşak tiken jür. Kalpaktaryny jer görüp janyma otura galyp et, baslaryndan bu burk ete kaldy. Janym aşyp ketdi. Endi gana basylyp etek jeňindegi tikenlerini tazalawga girişip et, men garap oturmay, "Öy, elginde özleriň semizde unat demediňdirmi? Jaňagy şaldyň kay jerini jiýsindir? Kökşändir goý" dep bulturgan bolup edim, birew kiyip ketdi bilem. "Vay şalyň men gosyp äkeňiň dep katty boktap berdi." Sondagy jigitler käzir sol arkarday arsa bolup kartaýdy. Osu günge deýin kezdesip kalsa ıstap alıp bir sagatday orsat dep toktady edeken.